Кеңес одағының кезеңінде Моңғолия тарихы да жаппай өзгеріске ұшырады. Басты айырмашылығы орыстар тарапынан қазақ тарихы жоққа шығарылып, сендер ешкім емессіңдер деп айтылып, барынша ұмыттырылуға тырысса, ал моңғолдарға керісінше орынды орынсыз батыр қылып, қазақтардан ұрланған көптеген тарихты сыйлап жіберді. Тіптен халқа еліне сендер моңғол болғансыңдар деп Моңғолия деген атауды да орыстар қойып берген болатын. Бұл видеода мен қазір біз білетін моңғол халқының тарихын және егер Шыңғысқа моңғол болмаса, Моңғолияда моңғолдар қайдан шыққандығын айтатын боламын. Үйде отырып YouTube'пен жұмыс істеп, қомақты ақша табуды үйренгілеріңіз келсе, мен төменде қалдырған сілтемеге өтіп толық ақпарат біле аласыздар. Ұзақ ғасырлар бойы қазіргі Моңғолия жерінде қазақ тайпалары, әсіресе орта жүз тайпалары мекендеп келді. Археологиялық зерттеу кезінде табылған көптеген бұйымдардың барлығы тек түркі тілінде ғана жазылған. Бұл аумақ ежелден түркілердің қонысы болған. Шығыс түркі хандығы Моңғолия аумағында болатын. Ешбір адам Моңғолиядан қазіргі моңғол тіліне ұқсас 14 ғасырдан бұрын жазылған бірде-бір жазбаны келтіре алмайды. 14 ғасырдан бұрын жазылған жазбалардың барлығы түркі тілінде. Енді моңғолдардың қалай пайда болғандығынан келер болсақ, 12 ғасырдың аяғында Қазақстан аумағын 3 үлкен қуатты мемлекет басқарып отырды. Басым бөлігін Қыпшақ хандығы иеленсе, қалған бөлігін Хорезм империясы мен Қидан хандығы басқарды. Ал халықтың құрамы дәл қазіргідей болды. Тек ол кезде орта жүз қазақтары Шығыс Қазақстан мен Моңғолия жерінде мекендейтін. Дешті Қыпшақ өте шұрайлы, көшпенділер үшін қолайлы болса, Моңғолия жері үнемі жұт пен аштықтан көз ашпайтын сортаң болды. Әлбетте Қыпшақтар мен Қидандар орта жүз тайпаларын оңайлықпен кіргізе салмайтын. Көшпенділер үнемі жайылымдық жерлерге аса қатты қызғанышпен қарап, ешкімді жолата қоймайтын. Шыңғысхан Найман, Қоңырат, Жалайыр, Керей секілді бірқатар тайпаларды біріктіріп, күшейген соң Қидандар мен Қыпшақтарға соққы беріп, Қазақстан аумағына басып кірді. Жолындағының бәрін жеңіліске ұшыратып, жол ашылған соң көшпенді орта жүз қазақтары жаппай сортаң болған Моңғолиядан Дешті Қыпшаққа көшіп келіп қоныс тепті. Олар ары қарай басқа да қазақ тайпалармен араласты. Сол кезде Моңғолиядан қазақтардың басым көпшілігі көшсе де, бір тобы көшпей қалып кетті. Оларды Алтын Орда кезеңінде қалмақтар деп атай бастады. Яғни қалмақтар деген Шыңғыс ханмен бірге көшпей қалып кеткен қазақ тайпалары мен басқа да түркілер болатын. Олардың арасында әсіресе ойрат тайпасы көп болды. Олар өздерін ешқашан қалмақ деп атамады. Қалмақ, яғни қалып кеткендер деген атауды қазақтар берген болатын. Иесіз жер бос қалмайтындықтан босап қалған Моңғолия аумағына көрші аумақтардан Тунгус және Манжур халықтары қоныстанды. Көшпей қалған түркілер мен шүршіттердің араласуынан қазіргі халқы моңғолдары пайда болды. Халық деген атаудың өзі 14 ғасырдың соңында пайда болған. Ойраттардың 13-15 ғасырлардағы Бұқа Темір, Төрелші, Иналшы, Оғыз Тұтмыш, Барс Бұқа, Тоған Тайшы, Есен Тайшы деген есімдеріне қарап, олардың түркі болғандығын көре аламыз. Дегенмен кейіннен көп санды шүршіттермен араласып, тілі мен есімдері өзгеріске ұшырады. Сонымен қатар, көптеген қоңыраттар мен жалайырлар және ойраттар 1279 жылы Қытайды тұтастай жаулап, Юань империясы құрылған болатын. 100 жылға жуық билік еткен түркілердің билігі Тоған Темір патшаның заманында Қытайлардың ұлт азаттық көтерілісі нәтижесінде 1368 жылы құлады. Қытайларға бодандыққа түсіп сіңіп кетуді қаламаған қазақтар Моңғолия аумағына әсіресе ойраттарға қарай қашты. Солайша Құбылай ұлысындағы қазақтар қайтадан Моңғолияға қашып, шүршіттермен араласып, жоңғарлар пайда болды. Бір сөзбен айтқанда, Шыңғыс ханның кезінде көшпей қалып кеткен қазақтарға шүршіттердің келіп араласуынан қазіргі халқы моңғолдар қалыптасты. Екінші кезеңде Құбылай мемлекеті құлағанда, сол жақта тұрып жатқан қазақтар Моңғолияға қашып, оларда шүршіттермен араласып, жоңғар мемлекеті қалыптасты. Қазақтар моңғолдардан шыққан жоқ, керісінше, моңғолдар да, жоңғарлар да қазақтардан шықты. Моңғол деген қазақ пен шүршіттің араласуынан пайда болған ұлт. Сол үшін де моңғолдардың тілдерінде түркілер мен шүршіттерге ортақ сөздер көп кездеседі және генетикалық зерттеулер нәтижесінде қазақтардың генетикасы көптеген түркі тілдес халықтардан көрі моңғолдарға әлдеқайда жақын екені мәлім болды. Достар, сондай-ақ менің телеграм каналыма да тіркелуді ұмытпаңыздар.
мен ол жақта басқа да тарихи оқиғаларды қарастыратын боламын.